жоспар боюнча өзүбүздө Тілдес атты тақырыпта өзіміздің шығармашылық тобымыз бар. Сол топты Дариға Ғалымбековна басқарат. Сол кісіге жүктелген. Енді сентябрь айында, қыркүйек айында оқу жылы басталғанда бізге жоспар құрылды. Бекітілді. Сол жоспар бойынша бүгін мінекей ауызекі сөйлеуді дамыту және тағы да мен қосымша мен қазір сіздерге көрсететін әдісті 2004 жыл және 2025 жылы қолданып келе жатыр. Осы жаңа жасанды интеллект технологиялар. Жалпы жасанды интеллект өздеріңіз білесіздер, біздің уақытымызды қаншама жаңағы оқушыларға тапсырма жасаған кезде, қымыз жасаған кезде біздің қаншама уақытымыз кетеді. Жаңағы қымыз беремін. Яғни сіздерге идея, жаңағы идея түрлі семинарға барып жатсаңыздар, жарыстарға барып жатсаңыздар, осындай креативті, 3D жанданатын визит картасын қолдансаңыздар өте күшті және бірінші орын аласыздар деп ойлаймын. Енді сіздерге әр жаңағы неге топқа 2-3 өлең таратып берейін. Артында QR орналасқан камераның бойынша сканерлегеннен кейін Zap Works деген бағдарлама. Қолыңызбен ұстап тұрыңыздар. Қолыңызбен ұстаңыз, мынау біздің 65-ші мектептің суретін салып қойдым. Енді қараңыздар, кішкене алшаңыздар. Жақындап көрсеңіздер деп болады. Жақындап көрсеңіздер. Енді астында тұрған YouTube белгісін басыңыздар. Педагог модератор. Астана қаласы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 65 мектеп гимназиясында жұмыс істейді. Осындай әртүрлі неше түрлі әдіс тәсілдерді салып отырамын. Алла қаласа, негізі 2 жыл өзім жасаймын. Подписаться етіп қойыңыздар. Осылай YouTube'ыңыз болса, таныстырған кезде назад басыңыздар, тағы басқа. Қайтадан жаңағы не сәлеметсіздер ме? Мен облысының Сәбит қызы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Салада бірінші артындағы QR-ды сканерлейсіздер және мына суретке бетін оқу керекті, бетін қоясыздар. Сол кезде анимациялық 3D форматтағы жаңағы не робот шығар, сосын сол робот арқылы тапсырма беріледі. Тапсырма жасайсыздар. Тапсырма орындайсыздар қазір. Алдарыңызға парақ беріледі. Сіз тұтқындалдыңыз. Қайда барасыңдар? Айтсаңдаршы, қайда барасыңдар? Сіздерге қоятын сұрақ бар. Бірінші қайырлы екіншіға барамыз. Bundan tutmuyor. Yüzüncü yutkanız birinci. Tındaytın bolamız. Yani bu ән жасап, былай ғой, мысалы мен чат GPT-ге өзім туралы ақпарат бердім. Мен жасым 30-да, жасым осындай, аты-жөнім осындай, мектепте жұмыс жасаймын, Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің директоры Нұргүл Жақсыбековна деп бәрін жазып бердім. Өзім туралы 2 балам бар деп, соған өлең шығарып берсіңдер. Ал өлең ішінде Нұргүл Жақсыбековна жүрді. Сосын қараңыздар, чат GPT арқылы өлең Gözümden şu anda sen tanıtın.